Әйелімнің бизнесі. Бүгін мен сіздерге осы тақырыпта аудио әңгіме жазып оқып беремін. Әңгіме ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп өтіңіздер. Үйде әке-шешем, әйелім және 3 балам бар. Мен 15 күн кейде орныма қоятын адам болмай, 20 күндей вахтада қалатын кездерім бар. Менің табысымда әке-шешемнің шаруасы жоқ, бірақ келіншегіме бар айлығымды карточкасымен қосып беріп қоямын. Ол азық-түлігін алады, балдарға керек жарағы, сосынғысын сұрамаймын. Өзім кішігірім бөлім басшысымын. Жалақым бір үйге жетерлік. Әйелімнің жұмсағанынан ақша қалу керек та. Бірақ ол жеткізе алмай қасқа менің әке-шешем өз зейнетақыларынан тамақ, үйге керек оны мұнысына тағы да келінде ақша беріп тұрады. Беріп тұрғанда да сол менің әйелім қылқылдап сұрап алып тұрады. Артық ауыз олай-бұлай шығып жатқан жоқ, ондай бір қыдырымпаз емес. Неге ақшаң жетпей қалды десем, ақша деген су ғой, жұмсалып кетті, есебін білмей қалдым деп иығын селтеңдетіп отқаны. Төркініне жіберема дейін десем, ол жақта күні біреуге қарап отырған ешкім жоқ, бәрі табыс табады. Енді болмай бара жатқан соң осы келгенімде бір дәптер арнап, келіншегімді қасыма шақырып алып, жұмсаған әр тиынын жазып отыруды тапсырдым. Бірге жүріп дүкен аралап келдік. Үйдің коммуналдық төлемдері, балдардың керек жарағы, бірер той-томалақ, соның өзінде де айлығымның 3-тен 1 жұмсалған жоқ. Бұл кезде бір апта уақыт өткен. Екінші аптада әйелім тіптен сықпарланып, аз-аздан там-тұмдап қана ақша жұмсап жүрді. Ойланды ғой деймін, жұмсаған ақшаның есебін жазған соң үнемдеп жүрген болар дедім. Үйдің тірлігі ағайын туғанмен араласып үлгірмей қалам, қайтадан жұмысқа кететін уақытта демде айналып келіп қалады. Осылайша вахтаға жолға жүріп кеттім. Жұмыста жүргенімде бір досым хабарласып, менен 350 мың теңге ақша бере тұруын өтінді. Ол орнықты жігіт еді. Өзі уәде бергенде келесі айда қайтарады ғой деген оймен, жарайды, әйелімді білесің ғой, Айкерімше, қазір мен оған қоңырау соғам, голдың аударып берер. Өзіңе сенем ғой, бірақ бірден қайтарасың. Қанша дегенмен, менде бір үйлі жанмын ғой деп ескертіп қойдым. Келіншегіме телефон шалып мән жайды айттым. Ол менімен ұзақ сөйлескісі келді ма, не ғой, саған айтсам ба деп жүредім деп бірдемені бастап жатыр еді. Жұмысым көп, кешке өзім хабарласам. Жақсы, жаңа айтқанды жасап жібер. Досыма бір көмегім болсын, дедім де ұялы телефонымды баса салдым. Содан жарты сағат өтпей әлгі досым қайта телефон соқты. Жәнібек, кешірші, тағы мен ғой мазаңды алып жатқан. Басқа жақтардан да сұрастырып көріп едім. Ешкімнен артық ақша шығатын түрі жоқ, ал сенің Айкерімің маған сенбей тұрған сияқты. Ыңғайсыздау болып тұр. Бірақ тағы бір сөйлесіп, алдыртып берші досым. Бүгін таппасам менің жағдайым қиындау болып тұрғаны. Мен болсам түк түсінбей, мен оған айттым ғой, немене саған ақша жоқ деді ма? Ақшаны жұмсап қойдым, әйтпесе салып жіберер едім деді деп қарап тұр. Мына қатын соншама ақшаға тықыраңдап не болды? Ел аман жұрт тынышта, елдің ішінде отырып дымсыз қалатындай. Қарызға бере тұр деп айттым ғой деп қайтадан қоңырау шалдым. Келіншегім, Айкерім, мен саған айтып түсіндірейін десем, жұмыстамын деп әңгімемді үзіп жібердің. Сенің досыңа шынымен ақша бере алмаймын. Біраз бөлігін жұмсап тастадым. Балаларға қажет болатын ғана ақша алып қалдым. Ал қайда жұмсадың? Менің білуіме болатын шығар. Өзіме жұмсадым деді әйелім жаймен ғана. Өзіңе болса әйтеуір керегіңді алған шығарсың. Көйлек көншек, бет күтімі, балалармен қыдыру, осылай тізім жалғаса береді деші. Көркем, жоқ, бұлайда мен киім-кешек алмаймын деп шешкенмін деді. Түсінікті, өткендегі жазып бастаған тізім жайында қалды дейсің ғой. Сен осы құмар ойындар ойнап жүрген жоқсың ба? Шыныңды айт, егер сондай бірдемелерге ұшырап жүрсең, үйге барған соң маған бәрін түсіндіріп бересің. Жоқ, қайдағы құмар ойын? Не айтып кеттің? Білесің бе, өткенде бизнес жасауды үйренемін, кәсіп ашайық дегенде айқай шығарып едің ғой. Сол енді қысқасы мен ақшамның көп бөлігін өзімді дамытуға жұмсаудамын. Әйелдер психологына барам, коучтардан сабақ алам, кәсіпкерлердің шеберлік сағаттарына қатысам, соның бәріне шынымды айтсам, кейде ақшам жетпей қалады. Қазірде онлайн ақша табу туралы сабақтар, курстар алудамын. Олар да ақылы. Міне енді менің ақшаны қайда жұмсайтынымды білесің деп қарап тұр. Жәнібек ары қарай әйелін тыңдағысы келмей, ұялы телефонды баса салды. Ол бір мәселе шыққанда, я болмаса Айкерімнен өзіне жақпайтын бірдеме естісе, осылай үндемей қоятын. Тағы да сөйтті. Жәнібектің қарызға ақша сұраған досының мәселесі жайына қалды. Мына Айкерімді босқа біреулерге жем болып жүр.
өтірік курс сататындар мен өздеріне ғана пайда түсіретін коуч ақылды сымақтарға алданып жүргенін қараш деп әбден ашуланып, келіншегінің соншалықты аңқаулығы мен адамға сенгіштігіне ренжіп жүрді. Біршама уақыт өткен соң ойланып толғанып осы жұмсаған қаражатын желге ұшпасын, мүмкін шынымен де сол оқығаннан, үйренгеннен іліп аларлық нәтиже болу керек қой деген жаман ой жылт ете қалды. Иә, бұл бірақ жаман да ой емес еді. Сөйтіп келіншегіме қайтадан қоңырау соқтым. Айкерім, мені тыңда, егер мен барғанға дейін осы курстарға жұмсаған ақшаларыңнан бастапқы пайдаңды тауып, сол тапқан ақшаңның есебін көрсете алмасаң, 3 баланы маған тастап, үйден заттарыңды жинап шығып кете бересің дедім. Мұны айтқан себебім, оны бірден есін жиғызып, босқа уақыты мен қаражатын әрнеңеге жұмсамай, мен сыртта жүргенде дұрыстап, отбасыма қарасын, сосын бір қорқытып алайын, өзімнен кешірім сұрап, сабасына түсірермін дегенмін. Әйелім әуелгіде, ойбай, не болды? Шынымен айтып тұрсың ба деді. Мен шын айтам деп қасарыстым. Сонда немене соншама? Менен сол сенің ақшаң артық болды ма? Тыңда мені, егер ақшамды тауып кәсібім жүріп кетсе, маған осы үйде тұруға шамалы уақыт бересің. Жинақталып алайын. Өзіме өзім келіп алсам, кәсібімді дамытсам, 3 баламды алып сенен бір жола кетем. Айтпақшы, осы уақытқа дейін курстарға төлеген ақшаларымды да сенен алған қарызым ретінде төлеп беріп кетем. Ақшадан өлген екенсің. Деп ұялы телефонды қоя салды. Ал керек болса, әйелімнің мінезінде тілі барында білетін едім, бірақ мынадай жалт бұрылып, өзіме шабуыл жасайтынын күтпеппін. Әйелді әлсіз көреміз ғой? Жоқ, олар мұндай сәтте неге соншама өршеленіп кетеді екен? Өзінің сені ұрып тұр ғой шіркін. Айтылған сөз атылған оқ деген, жаңа ғана келіншегіме ультиматум қойып, жұмсаған ақшаңның орнын толтыратындай кәсібің мен жұмысың болмаса, оған қоса табысыңды көретін болайын деп тұр едім. Өзімнің шалқамнан түсіретін түрі бар ғой, мына шіркіннің деп, еркек болсам да кәдімгідей жүнім жығылып, басымды ішіме тығып біртүрлі болып қалдым. Не керек, вақталық уақытым да өтпей қалды. Келіншегім не істеп жүр екен, ақша табамын деп бірдемеге ұрынып қалмаса болар еді деп те уайымдап қоям өзін. Күнде бейне қоңырау соғып ұл-қыздарыммен сөйлестіріп, кешкі уақытта бір мезгіл арқа-жарқа болатын едім. 3 күннен бері тым-тырыс, ашуланып жарылардай болып жүргені рас. Бір кезде өз-өзімнен күлкі қысты. Адамды түлен түртсе осылай аузына келгенін айтады екен ғой. Нем бар еді? Ол әйел ақша тапса, үйренсе тұрғанда не бар? Оның сенімін емес, өзімнің сенімсіз адам екенімді мойындау керек екен. Бірақ 5-6 ай бойы менен неменеге жасырып курстар оқыды? Бір оқимын дегенде айқай шығардым. Дымын қоймай ұрыстым. Содан кейінгі тірлігі ғой. Маған айтпай жасырын оқығанда сол шығар. Столдың үстінде тұрған ұялы телефонымды қалай жұлып алғанымды білмеймін. Келіншегіме қоңырау соқтым. Одан кешірім сұрап, сенің оқуыңа да кәсібіңе де сәттілік тілеймін. Өз ықырарыңмен тірлік қыла бер деп айтқым келген. Қырсығып телефонды көтермей қойды. Сосын WhatsApp желісіне ұзын сонар етіп хат жазып жібердім. Қалайсыңдар, балдар жақсы ма? Өткендегі сөзім үшін кешір, менікі дұрыс болмады. Сен де менен жасырын жасап дұрыс етпедің. Сен ақша тапсаң да, таппасаң да маған бәрібір. Сен менің әйелімсің. Өзіңе карточкамды беріп қойғалы қашан, қалай жұмсасаң да, қайда жұмсасаң да сенікі. Үй ішінде қиналып қалмасаңдар болғаны. Ренжіме, менімен сөйлес. Тағы да үнсіздік. WhatsApp'тан да жауап болмады. Ай, менің сұп-сұлу қырсық келіншегім-ай деп, амалсыз ұялы телефонымды қайта қоя салдым. Кешке қарай әйелімнен бейне қоңырау келді. Қуанып кеткенім сонша тез ала қойдым. Сөйтсем кішкентай балапаным 3 жасар шақ балам екен. Әкем деп телефонның бетін сипалап бұлдырлап жүр. Анам әкелді деп ауызғы бөлмеден біраз заттарды көрсеткендей болып жүр. Үлкен қораптардың бірнешеуін көрдім. Далаға шығып еді, ол жақта да машиналар мен тағы бірдемелер түсіріп, бөтен адамдар жүр. Көргім кеп барады. Ұлыма телефонды анаңа берші десем, естімейді. Сосын ұялы телефонды бастым да дереу әкеме хабарластым. Әкемен таңертең сөйлескен едім. Ол, қалай, аманшылық па, жұмысыңда бәрі тыныш па деп өзімнен сұрастырып жатыр. Үйде не жаңалық? Айкерім қайда? Үйге жаңадан зат алып жатсыңдар ма деп едім. Барлығын Айкерім біледі. Асханаға қажетті оны мұнылар деді-ау. Бізде жөн жосығын толық сұрамадық деп әкем қысқа қайырды. Бірдемеден қалғандай мен жүрім мына жақта қап. Я өзіммен сөйлеспейді, я не жасап жатқан бір адам түсіндірмейді. Несие алып қарызға белшесінен батып жатқан жоқ па екен деп те қойды. Осылайша 15 күні де жетіп жұмыстан үйіне қайтты.
Асханасында келіншегінен басқа тағы 2 келіншек жүр. Есік алдындағы времянкада 2 жігіт ремонт жүргізіп жатыр. Балдары қуанып әкесінің мойнына оратылып құшақтады. Келіншегін шақырып үйде бірдеме болайын деп жатыр ма деп еді. Ана жолғы телефонмен сөйлескендегідей емес, ашуы басылған сияқты, күлімсіреп, Құдай қаласа болады. Мен кәсібімді ашып бастап кеттім. Бір емес бірнеше жобаны алдым. Әзірге жоспар бойынша болып жатыр. 2-3 айда үлгертсем, 3-еуін қатар алып жүрем. Болмаса біреуімен қалам деді. Үлкен қызым дастархан дайындап, бәріміз ас суымызды ішіп алдық. Сосын келіншегім мені балалар бөлмесіне кіргізді. Оның ішінің бәрін ауыстырып тастапты. Бұл енді менің жұмыс бөлмем. Кел, отыр. Мен жұмыстарымды көрсетейін. Жоспарымды қара. Аузым ашылып қалыпты. Тілі сайрап жатыр. Үй ішінде асханада шыргөбелек айналып маған қарауға зорға үлгеріп жүрген әйелім өзгеріп кетіпті. Бірінші жоба, тойларға, астарға арналған дастархан дайындаймыз. Барлығы таза өнім, қолдан жасалған, балғын, жаңа әзірленген тағамдар ұсынамыз. Мен қасыма 2 көмекші қыз алдым. Және осы тұрғанда 3 тойға және 1 асқа тапсырыс бар. Содан кейін жарнама жасауды үйрендім. Әзірге тегін сауда үйлерінің жарнамасын жүргізудемін. Клиенттерге де сауда үйіне де ұнаудамын. Мені Инстаграмнан қарасам болады. Алдағы уақытта келісім шартқа отырамын. Одан кейінгі 3-ші жобам құрылыс материалдарын дайындау және тапсырыстар қабылдау. Мұнда әкемнен көмек сұрадым. Неше жылдық құрылыс саласында еңбегі бар. Құрылыс блоктары, шлакоблоктарды ең сапалы түрін жасаймыз. Әзірге блок жоқ. Есесіне жарнаманы күшті қып дайындап, тапсырыс алып қойдым. Енді айтылған уақытына дайын материалдарды арзандау сатып алып, беріп жіберемін. Білесің бе, осылай да жасауға болады екен. Бір дүркін жіберемін де, қалғанын өзіміз жасап шығарамыз. Айтпақшы, сен келесі айда емес, осы айда ақылы еңбек демалысыңды алсаң жақсы болар еді. Мына дүниелерге сенің сол ақшаңды есептеп, әзірге несие алмай отырмын деп, әйтеуір әңгімесін аяқтады. Жақсы, мен есепшіммен сөйлесіп көрейін, бірақ тағы бір бақты жұмысқа барып қайтуым керек. Сен демнің арасында дөңгелетіп әкететін түрің бар ғой? Негізі демнің арасы емес, қанша уақыт іздендім, білім алдым. Сенен тығып оқыған ақылы курстарым тағы бар. Оңай еш нәрсе жоқ екен. Негізі өткенде мені қайрап, үйден қуып жіберем дегендей әңгіме айтқаның қайта дұрыс болып кетті. Бастай алам ба, жоқ па деп қорқыңқырап жүредім. Қалай ашумен кірісіп кеткенімді білмей қалдым. Мен бірден сөзіне іліне кеттім. Құдай сақтасын, ашумен жасама, ақылмен жаса, әйтпесе қателік жасап қоярсың. Бірақ айтып қойсаң болады, арасында ұрсып тұрайын, қамшылау керек болғанда. Бопты, әйтеуір сенің бизнесіңе себін тиіпті ғой деп күліп қойдық. Мен шамалы уақыттан кейін ақылы еңбек демалысымды қостым. Өзі де жаймендеп ақша айналдыра бастады. Әкем мен қайынатамның қасында еңбек демалысында жүріп, олармен құрылыс материалдарын дайындау технологиясын үйреніп, біраз қолғабыс еттім. Ол кісілерге де ермек болды. Зейнет жасындағы адамдар өздеріне іс тауып рахаттанып еңбек етіп жүр. Осылайша отбасылық кәсіп ашып кеткенімізді сезбей де қалдық. Жасаймын деген адамға бір-біріне сеп бола білсе, кәсіп ашуда қиын емес екенін байқадық. 1 жылдың ішінде Қазақстаннан бөлек Ресейге, Өзбекстанға тауарлар шығара бастадық. Ал әйелім болса, той ұйымдастыру орталығымен қоса тамақ әзірлеуін үлкейтіп, Инстаграм арқылы клиенттері бұрқырай жауғаны соншалық, қосымша орындармен тағы біраз адамды жұмыспен қамтып отырды. Шынашақтай келіншегімнің осыншама күш қуатына сүйсініп те қызыға да қарап қоям. Ақыр аяғында вақтылық жұмысымды қойып, толығымен өзімді отбасыма арнадым. Әр заманның өз сүрлеуі, өз ағысы болады екен. Қазіргі адамдарға бақытты болуға, бай болуға көп мүмкіндіктер бар. Адамдар сол керек уақыты мен мүмкіндігін өз уысынан шығарып алмаса екен деп тілеймін. Осылайша әйелімнің бизнеспен айналысам деген ниетінен туындаған шынайы әрекет бір отбасының ғана емес, басқа да адамдардың жұмысты болуына, отбасын асырауына көп септігін тигізуде. Бір-бірімізді қолдап жүрейік, адамдар. Баршамызға өмірде оңтайлы сәттер бұйыртсын.